Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді, жұп-жұмсақ лепешка жасайтын боламыз. Қамырына ешқандай сүт, жұмыртқа қосылмаса да, осындай жұп-жұмсақ дәмді болып шығады. Мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Ендеше видеоны міндетті түрде өткізіп алмай соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қамырды илеуге кірісеміз. Жылы суымызды ыдысымызға құйып, оның үстіне құрғақ ашытқымызды саламыз. Ашытқымыздың мерзімі өтпеген, сапалы болғаны дұрыс. Сонымен ары қарай оның үстіне құмшекерімізді саламыз, тұзымызды салып, барлығын қанты ерігенге дейін жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін осының үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да кішкене араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін біздің илектен өткізілген ұнымыз дайын тұруы керек. Енді біз қамырымызды илеуге кірісеміз. Ұнымыздың барлығын бірден салып жібермей, екіге бөліп салғанымыз жөн. Сол кезде біздің қамырымыз өте жақсы болып шығады. Ұнымыздың барлығын қосып, қамырды жақсылап илейтін боламыз. Мінекей осындай қамыр иленіп шықты. Бұның тығыздығы орташа тығыздықта болып шығады. Осы қамырымыздың үстінен кішкене басып, бетіне сұйық майды жағып, бетіне пищевой пеленкамен бетін жауып, 1-1,5 сағатқа қалдыратын боламыз. 1-1,5 сағат өткеннен кейін мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Осы қамырымызды енді ыдысымыздан алып, үстелдің үстіне қоятын боламыз. Көз мөлшермен 4 бөлікке немесе таразының көмегімен 4 бөлікке бөліп шықсаңыздар болады. Осы қамырлардың барлығын бөліп болғаннан кейін, оны біз қолдың көмегімен домалақ пішінге келтіріп шығамыз. Төртеуінде домалақ пішінге келтіріп болдым. Енді осыны 10-15 минутқа бөлме температурасында қалдыратын боламыз. Бөлме температурасында тұрған қамырларымыз мінекей әп-әдемі болып көтеріліп шықты. Енді біз лепешка пішінге келтіріп қамырларымызды дайындайтын боламыз. Қамырымызды қолымыздың көмегімен осылай ортасын басып шығамыз. Құрметті көрермендер, егер сіздерге менің видеом ұнап және де пайдалы болып жатса, маған тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыз. Қамырымыздың барлығын осылайынан пішінге келтіріп болғаннан кейін енді табамызға орналастырамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар да болады. Осы жағып болғаннан кейін, егер сіздерде нан ұрғыш узорник болатын болса, соны бассаңыздар тіпті әдемі. Немесе осылай вилканың көмегімен де жасап шықсаңыздар болады. Енді осы қызып тұрған пешімізге 20 минутқа 180-200 градуста пісіріп шығамыз. Осы қамырларымыздың бетіне өзіңіздің қалауыңызша күнжіт, мак немесе қара күнжіт сепсеңіздер де тіпті әдемі болып шығады. Құрметті көрермендер, менің арнама тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыз. Менің арнамда апта сайын жаңа видеолар болады. Сол үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Мінекей біздің нанымыз дайын болды. Мінекей өте дәмді, жұп-жұмсақ, әп-әдемі болып пісті. Осы нанымызды енді біз сары маймен жесек өте дәмді болып шығады. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Әсем.